Ассалаумағалейкум армысыздар. Барша Аладоптың тұрақты көрермендері және де жаңадан қосылып жатқан оқырмандар. Бүгін Қазақстан және Финляндия арасындағы тамаша тартысты кездесу. Қазір артымызда Астана Арена, ойын басталуына әлі 2,5 сағатқа жуық уақыт бар, бірақ бүгін сіздерге бір ерекше бір эксперимент ұсынбақшымыз. Бүгін ешқандай да жаңағы қақпаның артынан тұрып, болмаса ойынды, Казспорт көрсетіп тастаған ойынды, бүкіл 30 мың адам көп болған ойынды көрсетпейміз. Сіздерге бүгін стадионның басқаша жағы жанкүйерлер және бүгін журналистер жағын көрсетпекшіміз. Бұлай сборныйдың ойынына журналистер қалай дайындалады, комментаторлар қалай жұмыс жасайды, пресс-конференция қалай өтеді, ойыннан кейін қалай болады, соның барлығын сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Өте ерекше блог болады деген сенімдеміз. Ал ойында өздеріңіз Казспорт және де Казспорттан көрсетеді, қателеспесек өздеріңіз көріп аласыздар. Ал кеттік ендеше сәттілік. Қазір ойын басталуына 2,5 сағатқа жуық уақыт бар, ал стадионның сыртында көрдіңіздер. Бізді Шымкент тұрғыны, Алматыда жұмыс істеймін. Арнайы осы Шымкенттен, Алматыдан дос балдарымыз келіп отыр. Алматыдан арнайы келіп отырсыз. Самолеттен ұшып келдік. Билетіңіз бар ма қолыңызда? Билет, Көбісі мына жерде жүргендердің бір 80% билеті жоқ екен, жаңа Ақтауда жан-жақтан келіп алғанда. Бүгінгі күнмен 13 күнге, Северный 2 күнге билет. 2 ойынға да билет алғансыздар, бәрекелді. Өзіңіздің ойынша есеп қандай болады? Қазір біздің Россиядан жаңа тренер келгендер біздің қазақстандықтар жақсы ойын көрсетіп жатыр. Кеше ұлттық лигалардың арасында да бірінші орында тұр. Құдай қаласа болса 2 ойын ұтып алса деген үміттеміз. Жоқ, ойынның есебі өзіңіздің енді ойыңызша. Сонау Алматыдан келіп тұрсыз. Менің нем бойынша 2-1 Қазақстан жеңеді деп ойлаймын. Солтүстік Ирландияға қалай болжамыңыз? Солтүстік Ирландияны тоже ұтады. Онда ұтамыз. 6 ұпай аламыз дедіңіз. 6 ұпай аламыз да. Сосын Сан-Марино тағы да алсақ 9 ұпаймен нормально шығамыз. Иншалла. Сұхбат жазып көруге тырыстық, бірақ кісілер ашулы шыны керек. Ондай жаңағы бұлай болуына да бір себептер бар, әрине жақсы түсінесіздер деп ойлаймын. Себебі Ақтаудан келген, Қазақстан түкпір-түкпірінен қанша қаласы бар, облысы бар, соның барлығынан келген жанкүйерлер қазір билет таппай жүр. Жаңағы біз сұхбат алып та көрмекші едік, бірақ өзімізді ұрып жібере жаздады шыны керек. Ашулы жанкүйерлер, өте ашулы, жаңағы перекуптарға дейміз ғой, өздерінің өкпе назын білдіріп жатыр. Себебі қаншама жерден келгеннен кейін әрине ойынға кіргісі келеді, бірақ та осындай кедергілер бар. Некен қазір біздің Қазақстан футбол федерациясының автобус. Бәлкім біреулерге қызық шығар. Сырты әдемі, өте керемет дизайн. Футболшылар айтпақшы келіп алды стадионға, қазір жаттығу жұмыстарын өткізіп жатыр. Онда қазір назарларыңызға ұсынатын боламыз. Мынау мінекей Казспорт телеарнасының түсірілім тобы, яғни ПТС дейміз ғой ойынның. Мына жақтан түрлі кабельдер өтеді. Дәл осы КамАЗдың арқасында, осы техниканың арқасында Казспорт телеарнасы сіздерге трансляция көрсететін болады, ұсынады. Ал бұның ішіне кіргізем, аға рұқсат сұрап көретін боламыз, егер ыңғай. Мынау қазір пресс-конференция өтетін жүр, ұлттық құраманың бас бапкерлері келеді. Ойыншылар барлығы осы жерде өтеді, неге журналистер сұрақтарын қояды. Камера барлығы қосылып дайын тұр. Ал мінекей көршілес бөлмеде бұл журналистерге арналған бұрын осы жерде отырады, журналистердің барлығы. Ал қазір мына жерде Астана Аренаның артында Казспорт телеарнасы қазір камералар құрып дайындап жатыр. Қазір Финляндия және Қазақстан құрамасының автобусы келетін болады және осы жерден бастап жүргізеді ойынды. Сағат 6-да басталады трансляция, содан ойынды көрсетеді, ойыннан кейінгі пресс-конференцияны көрсетеді. Міне осындай дәрежеге жетіп жатыр екен Казспорт, бәрекелді дейміз. Некебін Ордабасы Ньюс парақшасының админі Бага арнайы Шымкентте келіп отыр. Бага, мен қазір осы блогты ойында емес, мен таза журналистер ғана түсіріп жүрмін. Ойында журналистер қалай қызмет атқарады, комментаторлар қалай, және өзің секілді ойынға келетін арнайы журналистер бар. Солардан сұхбат алып жүрмін. Жалпы қалай қарай жұмыс қалып жатыр Ордабасы? Ордабасыда жұмыс жалпы жақсы, көңілден шығады. Осы ойынға арнайы келдің Шымкенттен. Арнайы. Болжамыңды айта кетсең, бүгін өзің есебіңше ойын қалай болады? Реалист есебінде ма? Иә, шынымен андай бір Қазақстан деп ой құрмай. Полный трубинамен
Қазақстан ұтылмау керек деп ойлаймын. Аха. Меніңше бірінші голды қонақтар соғатын сияқты. Бәрібір налогте ойнайтын адамдар ғой. Тура Даниядағы сияқты сценарий қайталанады дейсің. Жоқ, қандай шли ондай емес. Қалай айтсам болады. Олар салады, бізді теңестіреді, олар салады, бізді теңестіру керек. Сонымен қорытынды. Жанкүйерлерге байланысты көп нәрсе негізі. Қорытынды есеп. 2-2 деп ойлаймын. Бүгін ойын жүргізбейді екенсің, көбісі сұрап жатыр негізі орысша жүргізгенге. Мен негізі келесі матч жүргіземін Солтүстік Ирландияға қарсы ойында. Бүгін қиын болады. Менің пікірімше Қазақстан құрамасы ұтылмайды. Екі командада гол соғады. Жеңеміз бе деген сұрақты қойғанда мен айтам, өте қиын болады, себебі Финляндия құрама командасы өте тәжірибелі команда. Біз оларға қарсы бірінші рет ойнағанбыз, бірде-бір рет ұтқан жоқпыз. Бір рет 10-15 жыл бұрын пенальти арқылы Кипрге ұтқанымыз болды. Бірақ та кеше біздің капитанымыз Асхат Тағыберген айтқандай, біз Данияны бұрында бірде-бір рет жеңген жоқпыз, бірақ та жеңдік. Міне де Алла қаласа енді Астана Арена стадионында тағы бір камбэк жасайтын шығармыз енді. Аха, ойыңыз осындай екен. Ал негізі бүгінгі блог мына жалпы ойын жайлы емес, спорт журналистикасы болғандықтан, болашақ мына спорт журналистикасына комментатор болам дейтін жас балалар бар, қазір мектепте оқып жатқан. Солар қандай кеңес бересіз, олар не үшін спорт журналистикасын таңдау керек? Негізі спорт журналистикасын не үшін таңдайды? Себебі өте қызық жұмыс, өте... Өзіңіз қанша мемлекет көрдіңіз, жалпы футболдың ғана? 56-57 мемлекетте болдым. Таза осы футболдың арқасында. Мен негізі журналистикаға дейін, менің отбасым әскери ғой, солармен постоянно жүретінмін. Бірақ журналист ретінде 40 шақты елде болдым. Өте қызық жұмыс, футболмен де бардым, бокспен де бардым. Қазір Алла қаласа Азия ойындарына да баратын шығармыз енді. Өте қызық жұмыс, өте тәжірибесі мол жұмыс, біз үшін үлкен мәртебе спорт журналист үшін бұл. Және де жақын арада спорт журналистика факультетіне Алла қаласа дәріс береміз. ЕНУ-дағы ғой. Яке көрдіңіздер ғой, ұйымдастыру деңгейі қандай? Керемет осы жолы. Жанкүйерлердің арасына кіріп тікелей эфирден қазір оны LED экраннан көрсетті. Барлығына жанкүйерлерге мынандай пулдан беріп қойған. Керемет, қазір стадионның іші көк туымызға боялайын деп тұр қазір. Рымбек аға, бүгінгі ойынға болжамыңыз, әдетте сіздің болжамыңыз дәл келіп жатады. Менің ұлым 3-0 ұтып кетті. Абат Айымбет қалады дейді. Бірақ мен тең ойынға да риза боламын. Финляндия мықты дейді. Жалпы неше жылдан бері жасап келатқан команда аскері. Бірақ енді бүгін жеңіске сенетін боламыз. Жеңеді деп ойлаймын. Қазақстан мен Финляндия ойнайды ойында. Неге қазір комментаторлар дәл осылай дайындалады. Ойынға жалпы осылай дайындалып қойсыз ба үйден? Осылай дайындалып, мынандай ақпараттар. Неге Идар ағамыз ол да қазір құрам жазып отыр. Жалпы комментаторлар дәл осылай жұмыс жасайды. Осы жерде отырады. 3-ші этаж Астана Аренаның осындай экрандар бар. Көбісі айтып жатыр, бұл экран неге кішкентай деп. Бұл басты HD сапада, өте жоғары сапада көрсетеді. Оның үстіне мына жерден алаңда қазір футболшылар жап-жақсы көрініп тұр. Сондықтан комментатордың неге Ерім Мұхаммед Мәулен ағамызбен суретке түсуге жанкүйерлер келіп. Жеңіске деген тоқтаусыз әр ойын. Журналистерге осындай фуршет жайылады ойынның алдында және пресс-конференция кезінде. Алғар жанымызда футбол әлемі телеграм арнасының редакторы, админі Арман Амангелді отыр. Арман, бүгінгі жаңа бастап құрам шықты ғой, көрдің бе өзің? Қарап шықтың біле. Орысша айтқанда обороняющий футбол дейді ғой. Жоқ, құрам ұнады ма жалпы өзің? Ойын басталуына жарты сағатқа жуық уақыт бар.
19-36. Енді ұнады ұнамады басқа амал жоқ. Өйткені Лев Скворцовтың кім Габышевтың орнына Скворцовты шығарды. Жалпы Қуат Тағыберген Дарабаев үшеу отырды. Енді Оразов тағы кім бар? Самородов сияқты ойыншы бар. Джокер есебінде шығар. Жоқ, жанкүйерлер жазып жатыр да бізге жаңағы. Әркім енді өзінің пікірін айтады ғой. Жалпы өзің бапкер болсаң, бір әттеген ай мына футболшыны шығару керек еді. Немесе жаңа айтып жатыр, Исламбек Қуат бірінші алғашқы минуттан шығарған қате деп жатыр. Өзің жалпы болжам. Енді Магомед Адиевтің өзінің бір ойлаған ойы бар ғой. Даниямен матчта да көрдіңіздер. Жай бапкер емес екенін. Ол енді қарапайым жанкүйерлерге, жалпы біздерге айтқан оңай. Ол бапкерлік жағынан жалпы сол нәрсені кухнясында жүрген адам бізден гөрі жақсы біледі. Сондықтан да спорт етпеймін ешқандай Адиевтің шешімін. Осы құрам дұрыс деп ойлаймын. Ал бір сөзбен ғана бүгінгі болжам, есеп. Бүгінгі есеп мен ұлттық құрамама соңына десенем, бүгін минималды бұл матч жалпы Финляндия Қазақстан деген минималды гол соғады. Әрдайым 2-1, 1-0 солай бітеді. 3 гол соғылмаған ешқашан. 3 гол соғылған, енді 2-1 деген Одан ары болмаған жоғары. Одан ары болмаған. Есеп Жалпы 6-шы рет кездесіп отырмыз, мүлде жеңіп көрмегенбіз. Есеп бүгін 1-1. Тең ойнаймыз. Ұлттық құрамам жаман қиғым келмейді, бірақ 1-1 есебімен тең ойнаймыз. Ол шындықты да айта білу керек. Бәрекелді. Мінекей 19:38 қазір ойынның басталуына 20 минутқа жуық уақыт бар. Мінекей қазір бұл жерде қарбалас жұмыс жүріп жатыр. Астана Аренадан тікелей эфир таратып жатыр. Айтып қой, сағат 6-дан бастап. Ойынның алдында 2 сағат бұрын комментаторлар қойды. Мінекей Казспорттың жұмысы, режиссерлардың нағыз еңбек осы кісілердікі. Ал негізінен көп жерде жаңағы бір трансляциялар кешігіп жатады, сондай кезде жанкүйерлер ренжіп жатады ғой. Қараңыздаршы, мына барлығы қанша техника, қаншама кабельдер жатыр. Бұның барлығы жаңағы қолайсыз ауа райында міндетті түрде бір жерінен ақау шығады. Ал бұл кісілер болса тырысып, мінекей қаншама осы кісілердің еңбегі негізінен трансляцияны ұсынып, комментаторларды қойып, бәрекелді дейміз бұл кісілерге. Ассалаумағалейкум. Сил қайда енді, сил. По-моему, уже больше нет. Алдың ба? Алған жоқпын. Казспорт телеарнасының журналисті, тілшісі Тахир. Бүгінгі ойынға жалпы болжамың қандай? Бүгінгі ойынға біз ұтамыз, бірақ ірі есеппен деп айта алмаймын. Минималды. 1-2, 1-0 деген. 1-0. Яғни Қазақстан жеңеді. Қазақстан жеңу керек. Осы ойында шешіп алып, келесі ойын қалдырмай. Бүгінгі ойынға көптеген қонақтар келіп жатыр. Соның ішінде Бөкей YouTube арнасы. Жалпы қош келдіңіз. Келгенге 2 себеп бар. Матч және де Ермұхамед Мәулен 40 сұрақ түсіріп қойдық. 40 сұрақ түсірдіңіздер. Қашан шығады енді ол? Матчтан кейін бір 5-6 күннен кейін шығады. Екінші матчтан кейін шығады. Мен тек қана осы матчқа ғана болып келдім. Ерекеңмен түсірдік. Өте қызық болды. Өте қызық. Ерекеңнің харизмасын білесіздер ғой. Қызық өтіс болды. Ал бүгінгі ойынға болжамыңыз қандай? Сен соңғы Алматыдан арнайы келіп отырсыз. Бір доппен ұтатын сияқтымыз. Ұтамыз ғой. Жалпы бұл блог бүгінгі ойын емес, осы жалпы спорт журналистикасын, жаңағы блогтың саласында жүрген жандарға арналып отыр, өзіңіз секілді. Жалпы блог түсіргісі келеді қазірге, жастар көбінесе футболға да барлығын бастап жатыр. Жалпы қандай қиындыққа төтеп беру керек, сондай жолда қиындықтарды айта кетсеңіз. Адам көрмеуге дайын болу керек. Сен басында ешкім көрмеуі мүмкін. Түсіре бер. Басып тоқтамау керек. Түсіре бер, жүйелі түрде. Жүйелі түрде түсіре берсең, түбінде бір адам көреді. Тесік мол жақ жерде қалмайды дейді ғой. Сөйтіп, сонда аудиторияны табасың ғой. Бәрі ойлайды, мысалға, мен блог түсіремін, блогерлармен түсіремін, орнына 500-600 мың адам көруі мүмкін. Жақсы көрсеткіштер. Футбол жайлы, спорт жайлы түсіремін, оны 20 мың адам көруі, мен оған дайынмын. Мына түсірген блогымда 10 мың адам көрсе де жаман емес. 10 мың футбол фанаты көруі мүмкін. Енді алдағы уақытта да келіп отырасыз ұлттық құрама ойындарына? Барлық ойындарына? Беларусиямен де ойында болдым. Түсірдім. Әзірге келген ойындардың бәрінде жеңдік. Ал солтүстік Ирландияға қатысасыз ба ойынға? Қатыспаймын ол. Белгілі бір себептен Ташкентке келіп баратырмын. Ал енді өзіңіздің жалпы ұлттық құраманың тарихындағы есіңізде қалған жеңіс қайсы? Бірден сол сұрақты айтқан кезде ма, еске келгені Дания ғой. Дания, одан арғысы бір естерін оны қазір естерін түсіру керек те еске. Ал Дания, Дания өйткені ораза уақытында болды.
одан кейін солтүстік ирландия осы міне жаңағыда өз біз ұлттық құрамамыз өзі енді аяққа нық тұрып келе жатыр ғой. Әйтпесе мысалы болады 2 ойын ұтамыз, одан кейін 5 ойын ұтылуымыз мүмкін. Қазір шүкір жақсы келе жатырмыз. Енді жаңағы блогым журналистика туралы болғандықтан, YouTube туралы болғандықтан монетизацияны көп сұрап жатады негізінен. Ал жалпы ақша табуға болады ғой YouTube арқылы? Болады, жарнамамен. Енді мен осы Ерекеңде жауап берді ғой, жалпы букмекерлік кеңсемен спорт жайлы жасау қандай және де жасамауға бола ма деген сұраққа жауап берді. Оны біздің YouTube арнадан көріп Жақында шығады, специалдықпен. TikTokқа да саламыз. Жақсы, рахмет. Екі футболшыларымыз шығып келе жатыр. Алға жақта қызу жұмыс басталды. Сіз ойын жүргізеді деп ем ғой бүгін? Ермашевой браттарға В первом туре проиграли датчанам со счетом 1-3, тогда Қазір көк туымыз желбіреп, екінші қабатқа шықты. Қазір бірінші тайм аяқталды. Астана Арена, 3-ші этаж. Шептеліс жанкүйерлер. Амарочкин разрешает своим выносом. Ал мына бір жерде Финляндияның журналистері, комментаторлары отыр. Енді командамыз өкінішке орай құрамамыз болып қалды. Бірақ еңсені түсірмеу керек. Ойын болғаннан кейін енді бірде жеңіс, бірде жеңіліс, бірде қуаныш деген секілді. Бүгін бізге бұйырмай қалды, тек қана алда енді солтүстік Ирландиямен ойын бар. Жалпы бір айтпағым, жанкүйерлерге үлкен респект, алғыс. Себебі бүгін қаншама аяқтан тік тұрып команданы соңына дейін қолдады. Оның үстіне жаңағы Нұрлан Қоянбаев ағамыз бар. Ол кісіге де үлкен алғысымызды айтамыз. Себебі қаншама стадионға 30 мыңнан аса көк туымызды алып келіп, оның өзі бір үлкен қолдау. Сондықтан да алдағы уақытта тек қана еңсені түсірмеу керек. Қазір ойыннан кейін баспасөз мәслихатын көреміз, ойыншылар не дейді екенін сонаға баратын боламыз. Тамашалаңыздар. Сен Ирландия қаласың ғой? Бага, Ирландия қаласың ба? Сол біз жеңеміз. He came out from the bench. What was the reason for that? Why didn't he start the match? First of all, I have to say that we won Slovenia at home. Ұлттық құрамамыздың автобусы тағы бір мәрте көрсетіп қояйық. Мына жер қысқасы журналистердің миксона деп аталады. Осы жерге ойыннан кейін келіп футболшылардан сұхбат алуға болады. Ал арғы жақта жаңағы конференция баспасөз мәслихаты жүріп жатыр. Абат Айымбетов қазір Қазспортқа сұхбат беріп жатыр. Не деп жатқан белгілі. Енді не де болса Ирландияға қарсы, солтүстік Ирландияға қарсы әдемі ойын көрсетеді деп сенеміз.
Неге неше орында ойнамады? Неге енді шанске тұрса екен дедік. Қанша уақыт бойы жауап келе жатқанша жауап келе жатыр. Қанша өте ойындарға бәріне деді. Деп қойын. Мінекей немістің төрешілер бригадасы бүгінгі ойынға төрелік еткен бригада қазір қайтып бара жатыр. Енді екі мықты команда кездесті. Осы негізі тең ойын еді. Бірінші гол ойнады. Қазақ еліне осы жеңіліс үшін кешірім сұраймыз. Ары қарай енді анализ жасап, келесі ойынға дайындаламыз. Бұл құрамға байланысты өзгерістер. Өзгерістер болғанда ол менің компетенциямда сұрақ емес, баспасөз. Угла бойда қатты көтеріліп деп жатыр. Жанкүйерлердің тарапынан. Бүгін енді қатты көтеріліп, удармен беріп неге деп жатыр. Мен всегда удармен беремін. Онда өздері шатсында ойнасын, көтерсін сол. Әр матчқа енді әртүрлі болады. Біресе болады, біресе болмайды. Аллахтың қалауы. қазір алдағы матчқа северный ирландия. Енді бұл ертеңнен бастап анализ жасап, барлығын дайындаламыз. Жанкүйерлердің қолдауы Бүгін тамаша болды. Жанкүйерлер көптен көп рахмет. Қолдау жеңілсек те біз басында келіскенге дейін айтып жатыр ғой. Жеңілсек те жеңсек те бірге болайық деп. Енді иншалла сөйтіп бірге болып барлық жеңіске жетеміз деген үміт. Сәттілік тілеймін. Несколько вопросов, все-таки дебют один в жизни происходит за сборную. Какие эмоции? Понятно, что результат разочаровывающий, но все же. Не очень эмоции, потому что не очень дебют получился, проиграли. А так очень рад дебютировать. Баха. Неге Ватикан көңіл күй жоқ. Күн сәтті өнер көрсете алмады өкінішке орай. Мұндық әлі бар ғой? Бар. Ой. Как сказать, может, не вошел в игру. So, but it was fired by referee, by VAR. Do you agree with it? I haven't seen the situation of ball or by one match. Yeah. Мистер Коноров. So, Mr. Conorov, congrats with the victory. Can you comment the game? Yeah, thank you. It was a tough game as expected. I don't have anything here. Sorry. Photo, yes. Please, check.
Мінекей құрметті Аладоп YouTube арнасының көрермендері, біз бүгінгі осы шығарылымды аяқтаймыз. Барынша көрсете алдық деп ойлаймыз. Енді көп жерде біраз кісілерден сұхбат алғымыз келген, бірақ та бас тартып жатты. Оның үстіне ойыннан кейінгі көңіл күйді көрдіңіздер. Енді жеңіліс болған соң оңай емес. Алдағы уақытта да осылай тек ойыннан ғана емес, ойыннан тыс бүгін журналистиканы көрсеттік. Келесі жолы тағы да бір басқа қызықты дүниелерді назарларыңызға ұсынатын боламыз. Каналымызға тіркеліп лайк басыңыздар. Жаңадан келіп жатқан көрермендерге алдағы шығарылымдарды тағы бір көріп шығуға кеңес береміз. Ендеше осымен қоштасамыз. Келесі Солтүстік Ирландияда бірге жетейік.